Балалар, мен сендермен тәжірибе жұмысын жасағым келіп тұр. Тәжірибе жұмысын жасаймыз ба, балалар? Иә, олай болса балалар, тәжірибе жұмысын жасау үшін қандай құралдар керек бізге? Зануал. Сосын қайшы. Сосын шприц. Дұрыс. Сосын Су. Және де бізге ас содасы және лимон қышқылы керек. Иә, біздер тәжірибемізді бастау үшін алдымен қолымызға шарды ұстаймыз. Шарды ашып, жануарларды шардың ішіне саламыз. Балалар, жануарларды шариктің ішіне салдық, иә? Ендеше шприцті қолымызға алып, суды алайық. Суды толтырып алып, шардың ішіне құямыз, құя қойыңдар. Балалар, біздер шариктің ішіне суды толтырып алдық, иә? Ендеше осыны қайда саламыз? Мұздатқышқа. Иә, мұздатқышқа қатырып аламыз. Балалар, мінекей, біздің шарымыз мұз болып қатты, иә? Ендеше қайшының көмегімен шарларды қырқып алайық. Қайшының көмегімен шарды қырқып алдыңдар, иә? Ендеше балалар, ас содасын және лимон қышқылының көмегімен біздер осы аңдарды мұздан құтқарамыз, иә? Біздер ас лимон содасын аламыз. Мінекей балалар, біздер ас содасы және лимон қышқылын қоспасын дайындап алдық. Енді осы мұздалған аңдарымызды аламыз. Ала қой. Ал. Ақтырт ала қой. Мала қой. Ақтырақ мала қой. Және оны аламыз да суға саламыз, қаранды. Сонда ас содасы және лимон қышқылы мұзды еруге көмектеседі. Мұзда қалған аңдарды біздер құтқарып шықтық, иә? Ас содасы мен лимон қышқылын қоспасымен мұз жылдам еріп кетті. Аңдарды құтқарып шықтық.